Қазір мысалы біз қашықтықты жеңіп кеттік. Біз үйде де онлайн күні кешке дейін компьютердің алдында. Қазіргі таңда 21 ғасырда уақытпен санаспасаң мүлдем болмайды. Қыркүйек айы барша ұстаздарға өте ауыр ай ғой енді. Ауыл ұстаздарында интернет байланысымен көп қиындық туындап жатыр. Ал қалада бізде өте көп мүмкіндік болды. Мысалы мен ұстаздық жолды таңдағанда біз 1 айлық жалақыға жұмыс істеп үйреніп қалдық. Енді осындай бірден алғашқы көлігімді алдым. 2018 жылы үздік педагог номинациясының иегерісіз. Сөйтіп Дариға Назарбаеваның қолынан марапат алдыңыз. Дариға Назарбаева маған жазады, былай істейік деп едік, ақыл кеңес бересіз бе? Басқа адамдар ойлайды, басқа ұстаздар, неге жасамасқа, мен қолымнан келмей ма деген сияқты ой туындайды. Армысыздар, қымбатты көрермен. Мұғалімдер бөлмесінің жаңа санын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Жаңашыл мұғалім қандай болу керек? 21 ғасырдың басты талаптарының бірі жан-жақты әрі мобильді болу. Басында бір емес, бірнеше жұмысы бар мұғалімдер бұның барлығына қалай үлгереді? Дәл осы тақырыпта бүгін біз құтты қонағымызбен әңгіме өрбітеміз. Үздік педагог 2018, үздік тәлімгер 2019, үздік бейнесабақтар авторы 2020 номинациясының иегері біздің құрметті қонағымыз Дүйсенбаева Әсем. Әсем ханым, қайырлы күн. Енді студиямызға, біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, Бауыржан мырза. Көңіл күй өте керемет. Әр күнімізді тек қана алға деген ұранмен, тек қана жақсылыққа арнап бастап жүргендіктен өзіміздің көңіл күйімізді әрдайым көтеріңкі ұстаймыз. Бәрекелді, керемет. Жаңа таныстыру барысында сізді бірнеше атаулармен, номинациялармен жаңағы атап өттім. Үздік педагог, үздік тәлімгер, үздік видео бейне сабақтардың авторы. Енді бұның барлығын қалай үлгересіз? Жалпы менің ойымша сіздің тайм менеджментіңіз өте нақты және кесте бойынша қалай үлгересіз? Жоқ, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Өз мамандығына, өзінің өмірлік таңдап алған жолына деген сүйіспеншілікпен жұмыс жасасаңыз, сізде, менде, болашақ мамандар да бәріне үлгеруге болады. Енді 2018 жылы бақ пен бабымыз қатар шауып, Қазақстан Республикасы бойынша үздік педагог мәртебесін алдық. Дариға Назарбаеваның қолынан төсбелгі тағып. Оны білеміз, оған қазір бөлек тоқталамыз әлі. Осындай жетістіктерге жетіп жатқаннан кейін ары қарай ұмтыла бергім келеді, бәріне үлгере бергім келеді. Сонымен қатар отбасында қатар алып жүруге дағдылану керек. Енді бұның барлығы оңай деп қоясыз. Қалай оңай бұның барлығы? Менің енді әркімнің қолынан келе бермейді бұның барлығын қатар ұстау. 2018 жылы үздік педагог атандыңыз. 2019 жылы үздік тәлімгер. 2020 жылы үздік жаңа видео бейне сабақ авторы. Менің ойымша, енді алға қойған мақсаттарыңызға жыл сайын жетіп, оның сатысын, оның деңгейін көтеріп, көздеп. Құлшыныс, ішкі мотивация. Менде құмарлық бар. Осындай жетістікке жету, соның рахатын көру деген құмарлық бар. Сол құмарлықты мен қанағаттандыру үшін тырысам. Барлығын үлгеруге тырысам. Енді біз осы сұхбаттарымызда қаншама белгілі адамдар келді, жаңағы мәртебесі биік ұстаздар келіп жатыр. Енді барлығының бір ойдан айтатын сөздері өз ісінің шебері, өз ісін сүйгені дейді. Сіз толықтай келісесіз ғой бұл қағидамен? Ұстаз деген сөздің мәнін біліп, соған жетіп, өмірімізге діңгек таңдап алғаннан кейін, сол мәртебеге лайық болуға тырысып жатырмыз енді. Қазіргі күнде де. Бәрекелді, енді осы лайық деген сөз қазіргі таңда, Әсем ханым, осы мұғалімдер жаңашыл және мобильді болу керек деп жатады. Сіздің ойыңызша қазіргі мұғалімдер сол талаптарға сай ма? Жаңашыл, мобильді? Талапқа сай, жаңашыл, бірақ осы мобильділікті біз осы қашықтықтан оқыту барысында терең осы мобильділікке көшіп кеттік. Мобильділік дегенден қалай түсінеміз? Барлығын үлгеру, барлығын жаңаша көзқараспен қарау. Осы қашықтықтан оқыту барысында біз осыған жеттік деп ойлаймын. Бір жағынан
бұл қашықтықтан оқыту барысы бізге көп нәрсені берді, үйретті, соның бірі мобильділік. Сондықтан қазіргі ұстаздар барлығы 100% демеймін, бірақ 70%-дайы жаңашыл талапқа сай деп айта аламын. Енді онлайн оқыту деп жатырмыз ғой, онлайн оқыту жалпы қашықтықтан білім алу, бұның қызығы, пайдасы және кері әсері қандай? Енді бірінші жаманнан бастайын, енді кері әсерінен бастайын. Сөйтейікші, жаманнан бастайын. Қашықтықтан оқыту барысы енді бізге төтенше жағдай кезінде келді ғой, енді біз оған ешқайсымыз дайын болмадық, моральды түрде де, физикалық тұрғыда да дайын болмадық. Ең бірінші қиын болғаны бұл кереғар тұсы дейміз ғой. Біз шекара жоғалтып алдық. Ұстаздар қауымы, біз мысалы жұмысқа барып, жұмысымызды бітіргеннен кейін үйімізге келгенде біз бір уақыт демалатынбыз. Отбасымызға көңіл бөліп, басқа бір жұмыстармен айналысып. Қазір бізде шекара жоғалып кетті. Біз үйде де онлайн күні кешке дейін компьютердің алдында түнге дейін балаларды ұйықтатып қойып та сабақтар жасайтын кездеріміз болады. Сондықтан шекара жоғалтып алдық. Сол маған өзіме ұнамағаны сол кері тұсы. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Ал білім сапасына бұл қалай әсер етеді? Білім сапасы бойынша әрине дәстүрлі мектепке барып, білім ордасына барып оқығанға бұл жетпейді. Біз ешқандай визуалды қарым-қатынасты орын алмастыра алмаймыз. Мысалы, қанша дегенмен қашықтық арамызда бар. Біз виртуалды орта арқылы, онлайн түрлі Zoom, Skype деп жатамыз, Microsoft Teams дейміз. Солар арқылы біз қарым-қатынасқа түскен күннің өзінде біз сіздің көзіңізді көргенде мен оны әсер ала алмаймын. Сезінбейсіз. Әсер ала алмаймын. Балалар да соны сезінбейді. Сондықтан кішкене дәстүрліге қарағанда онлайнның кері тұстары осы. Ал екінші жағынан бізде мүмкіндіктер ашылды. Яғни білім алушыларға да, ұстаздарға да өте көп мүмкіндік бар екен, біз осы күнге дейін білмеппіз. Негізінде бір білім ордасын негізінде бір қала төңірегінде Алматы қаласынан мысалы алысқа шықпай жүре бергенбіз. Қазір мысалы біз қашықтықты жеңіп кеттік. Мысалы Астана қаласындағы білім ғылым министрлігімен түрлі конференциялар өткіздік осы білім қашықтықтан оқыту барысында. Шетел, Италиямен байланысқа түстік мысалы. Бұрында біз ондайды көрген жоқпыз. Яғни бізге толығымен айналамызда шекара ашылды. Жаңа бағыт бейімделдік. Біз көп технологияны үйрендік. Осы күнге дейін білмеген, өзіміз қорқақтаған, басымызға түскеннен кейін барлығын меңгеріп кеттік. Бәрекелді, енді сіз жаңа бағытқа бейімделе отырып, өзіңіз тағы да бір жаңағы идеяларды жан-жаққа мысалы беріп, сол идеялардың авторы атанып жатасыз. Осы уақытқа дейін жиған, терген біліміңіз бар, тәжірибеңіз бар, осының барлығын алып, онлайн жүйеге топтастыру, жалпы бұл идея қаяқтан келді? Бұл идея мен негізі инста парақшаны жүргізгеннен келді. Инста парақшада мен өзімнің көптеген... Толығырақ айтсаңыз, инста парақшаңыз бұрыннан бері бар? Бұрыннан бері бар. Мен осы білім саласында, жалпы ұстаздық жолда өзімнің ойларымен бөлісіп отырамын. Бірақ осы қашықтықтан білім беру барысында мен өзім үйренгенді бірден шығара бастадым. Сол кезде мысалы маған жазылған оқытушылар, мұғалімдердің тарапынан көп қызығушылық келді. Маған жазады, комментарий қалдырады, дайректке жазады. Мынаны қалай істесек болады, мынаны үйретесіз ба, былай істейік деп едік, ақыл кеңес бересіз ба деген сияқты сұрақтар көп туындады. Сол кезде мен өзім ойландым, неге осы мүмкіндікті пайдаланып қосымша табыс таппауға деген ой келді. Енді карантинде отырмыз, бәрімізге қаражат керек деген сияқты, сол үшін осындай ой келді және бірден мен сол жұмысқа кірісіп кеттім. Демек, бұның барлығы осы індет басталғалы бері, карантин басталғалы бері басталды дейсіз ғой, осы кәсіптің бір түрі. Әрине. Енді қазіргі таңда бұл жаңағы онлайн сабақ беру жүйесі жалғастырып жатсыз ба сіз? Иә, қазір қашықтықтан білім жоқ, қазір сабақ басталғалы қыркүйек айы барша ұстаздарға өте ауыр ай ғой енді. Барлық құжатты реттеуіміз керек, осы қашықтықтан оқыту барысына тағы да дайындалуымыз керек. Сол үшін қазір тоқтатылды, бірақ әлі ұсыныстар түсіп жатыр. Білім басқармаларынан, мектеп директорларынан жеке ұсыныстар түсіп жатыр. Енді қазан айынан бастап тағы да жалғастыру ойымда бар.
Бәркелі, менің ойымша бұл біздің осы білім саласында, жалпы мұғалімдерге болсын, осы білім саласымен байланысты әрбір жанға пайдалы бір қалай айтсам болады, білім алу жүйесі болды. Сіздің платформаңыз, сіздің бейне сабақ жаңағы тәсілдеріңіз, бұның барлығы пайдалы. Соның арқасында көптеген отырған жаңағы мұғалімдер қауымы бұны өзіне қабылдады. Басқа платформалар мүмкін бар да шығар, бірақ сіздікі ол жақын. Иә, өйткені мен өзі сияқты қарапайым ұстазбын. Мен жасап жатқан дүниені, мысалы Әсем Аманжанна жасап жатқан дүниені неге мен жасай алмаймын деген сияқты адамда ішкі мотивация туады. Одан кейін өзі жасап көреді. Басында әрине дұрыс емес шығады, енді ол адам бірден жасап кеткенде бірден үйреніп кетуі мүмкін емес қой. Басында кішкене қиындықтар болады, бірақ мен әлі күнге дейін консультация беріп келе жатырмын осы салада. Өзіңіз жаңа білімді қай жерден аласыз, қалай аласыз? Менде осы қашықтықтан білім беру барысында көптеген сайттар бар екенін білдім. Осы жаңа технологиялар бойынша шетелдің сайттарына жазылдым. Солардан ақпарат алдым. Және мен өзімнен жоғары жетістікке жетіп жүрген ұстаздармен өзім салыстырамын. Мысалы, Баян деген ұстазымыз бар осы Алматы қаласында. Ғайни деген ұстаздарым бар, яғни инста парақшалары өте кең аудиториялы, белсенді, барлығына үлгеретін. Сол кісілердің парақшаларын қарай отырып, мен сондай жаңа білімді түртіп алам. Мысалы, мына ақпаратты мына жерден алдық деген кезде, сол ақпаратты мен де табуға тырысам, және одан жоғарысын жасауға тырысам. Сондай бір білім алу жүйесі қарқын алды қазір. Онлайн жүйе өте тиімді екен негізінде. Мысалы, мен күн демеймін, түн демеймін, белгілі бір уақытта барып курс оқымайсың. Өзің қалаған уақытыңда уақыт тауып кез келген нәрсені үйрен. Мен осы кезде Camtasia бағдарламасын, Photoshop бағдарламасын карантин кезінде Adobe Premiere Pro, After Effect'ті да кішкене бетін шалып қойдық. Сондай программаларды, бағдарламаларды осы YouTube-тан сабақ қарау арқылы игеріп бастап кеттім. Білікті арттыру ешқашанда кеш емес, және оның шегі жоқ дейді. Құрметті көрермен, дәл осы орайда ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығы сіздер үшін вебинарлар бөлімін ұсынады. Ол үшін ұстаз тілегі сайтына кіріп, вебинарлар бөлімін таңдаңыз. Бұл бөлімде сіздер өзіңізге ұнаған вебинарларға қатысып біліктілігіңізді көтере аласыз. Вебинарларды еліміздің ең үздік ұстаздары жүргізеді. Онлайн түрде қатысып, өз ойыңызды білдіріп, тәжірибе алмасуға болады. Барлық вебинарларға қатысу тегін. Ол үшін өзіңізге ұнаған вебинардың үстін басыңыз. Ал енді әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Бұл енді менің ойымша сіздің тапқырлығыңыз, сіздің осындай бір жеке қасиетіңіздің белсенділігін білдіреді. Бұны мысалы қаншама адамдар осы карантинді өзіне тиімді пайдаланды, бірақ сіз менің ойымша мөлшерден артық пайдаландыңыз. Өйткені ішіңізде, жан дүниеңізде әлі қаншама өзіңіз білмейтін қасиеттер бар шығар. Соны енді өзіңіз ашып, көптеген жас мамандар деп қойым, сіз қазірдің өзінде де мұғалімдердің көпшілігіне үлгі болып отырсыз. Енді айта қойыңызшы, қазіргі таңда ауыл мен қала мұғалімдерінің айырмашылығы қандай? Айырмашылық жалпы бар ма? Осы сұраққа мен осыдан бір-екі күн бұрын ғана ойландым. Себебі менің марафоныма қатысқан ұстаздар жаңағы Zoom платформасына кіре алмай жатты, байланыс үзіліп кетіп жатты, жаңағы көптеген кедергілер болды. Осы тұрғыдан ойлана келе өзім ойладым, қала ұстаздарында мүмкіндік көбірек қой деймін. Себебі ауыл ұстаздарында интернет байланысымен көп қиындық туындап жатыр. Сол мәселе барлығы мысалы желілік интернет тартылмаған, көбінде өздерінің мобильді интернетпен кіреді. Оның мүмкіндігін білеміз ғой енді. Бір-екі Zoom конференциясына кірсеңіз, бір құйған тариф бітеді мысалы. Сондай қиыншылықтар туындап жатты, осы интернет желісімен ғана. Ал енді білім, біліктілік жағынан енді мен ештеңе айта алмаймын. Себебі әр ұстаз өзі жеке тұлға. Демек, тек интернет желісінде ғана айырмашылық болып тұр.
Ол қазіргі техникалық таңда. Техникалық жабдықтармен жабдықталу, иә. Әрине, мысалы, мен бейне сабақ түсіргім келіп, жүгіріп базарға барып, мен мындай жарық таба алмаймын ауылда. Иә? Мысалы, ол үшін қала орталығына бару керек, карантин кезінде, мысалы, барлық жер жабық болды деген сияқты. Ал қалада бізде өте көп мүмкіндік болды. Мысалы, үйге тапсырыс беруге, және барлығы бар ғой енді қалада. Ауылда көп шектеулер болды. Оны мен енді өзім ауылда ұстаз болып көрмегендіктен, тек осы білім саласында курстар өткіздім ғой, сол кезде ғана байқадым, білдім. Ауылда аймақтардан қатысушылар көп болды ма? Қатысты. Мен ол жерде басқаша көзқараспен қарап, ол кісілерге басқаша WhatsApp-пен жеткізуге тырыстым. Негізінде көп міне WhatsApp желісін қолданғым келмейді, жаңа білім бергенде, себебі көп, қалай айтсақ болады, жүйесіз болып кетеді білім. Сондықтан тиімділігі төмендеп кетеді. Сондықтан енді амал жоқ, ол ұстаздар да үйренсін деген ниетпен осы WhatsApp-пен сабақ өтуге тура келді. Өзіңіздің арнайы тайм-менеджментіңіз бар ма? Қалай үлгеруге болады бұның барлығын? Соның қыр-сырын білгім келіп отыр. Өйткені бұл жағдай көптеген мұғалімдерге жаңағы үлгі боларлықтай жағдай. Соның бір қыр-сыры бар шығар, мүмкін соны айтып берсеңіз. Енді қазір тайм-менеджмент деп жатырмыз ғой. Көп осындай терминмен, шетелдің терминмен сөйлеп дағдыланып кетті. Енді ол уақытты тиімді пайдалану, иә? Мысалы, мен өзіме шекара қоям. Мысалы, мынау өте маңызды шаруа, мынау маңызды, бірақ әлі орташа, яғни әлі қажет болмауы мүмкін деген сияқты. Немесе маңызы жоқ, бірақ өте шұғыл керек деген сияқты. Сондай бір шекаралар қоям, және сол бойынша жұмыс істеуге тырысамын. Енді бірақ өзімді бір керемет мақтап жібермейін, менің де үлгермейтін жерлерім болады. Қала болғаннан кейін, отбасы болғаннан кейін кейде бір уақыттан ауытқып кетіп жатамыз. Бірақ алдыға қойған мақсатты мен ешқашан ертеңге қалдырғым келмейді. Мен сол бір қасиетім бар. Бүгінге жоспарладым ба, мен ертеңге қалдырғым келмейді. Бүгін барлығын мен аяғымнан шалынып, шашап құлап қалсам да, соны бітіріп тастағым келеді. Себебі ертең ол өзіңе жүк болып тұрмайды. Ертең басқа жұмыстардың үстіне қосылып кетпейді. Ауыр жүк болып. Иә, қосылып кетпейді. Не бірден ол ертеңгі жоспардан сызып тастау керек, не жаңағы бүгін бітіріп тастау керек деген сияқты. Бұл ең маңызды. Және балаларға да соны үйрету керек. Бала үйдегі өз балаларымыз болсын, мектептегі оқушыларымыз болсын, студенттеріміз болсын, уақытты ұтымды пайдалану және уақытты бағалауға үйретсек, барлығы ойдағыдай болады. Қазіргі таңда, 21 ғасырда уақытпен санаспасаң, мүлдем болмайды. Уақытпен санасу керек. Бәрекелді. Ал енді Әсем ханым, сіздің марапатыңызға қайта оралайық. 2018 жылы үздік педагог номинациясының иегерісіз. Сөйтіп, Дариға Назарбаеваның қолынан марапат алдыңыз. Сол жайлы айтып берсеңіз, және осы жайт сіздің өміріңізді қаншалықты өзгертті? Басында бізде аудандық жарыс болады. Бірінші өзіміздің ішкі жарыс болады. Ішкі жарыстан өттім. Одан кейін аудандық жарыс болады. Одан қалалық жарыс болады. Қалалықтан өткеннен кейін бірден республика. Алматы қаласы, енді Алматы, Астана, Шымкент бізде үлкен мегаполистер ғой. Алматы қаласынан және Шымкент, Астанадан шыққан ұстаздар бірден республикалыққа жол тартады. Бізде облыстық деген енді жоқ. Және сол сайыстардың барлығынан өттім, сүрінбей. Және ол жерде ең бірінші адамда жаңашылдық бағаланды деп ойлаймын. Мен мысалы басқа мұғалімдер сияқты бір сарынды адамды жалықтырып жіберетіндей ешқандай мағлұматты жеткізген жоқпын. Менде мысалы сол кезде менде бейнемонтаж жаңағы ақырын қабілеттерім байқалды. Мен өзім ол кезде түсіре алмайтынмын. Демек, оларда дәстүрлі сабақ беру жүйесі болды? Иә, менде жаңашыл болды. Жаңашыл сабақ беру әдісінде жаңашыл болды. Менде Flipped Classroom деген технология бойынша шықтым ол кезде. Бұл төңкерілген сабақ дейді. Яғни, түсіндіріп берсеңіз. Иә, төңкерілген сабақ бұл мысалы мұғалімдердің әдетті құбылысы, бұл сабақ барысына келіп жаңа тақырыпты түсіндіру. Мысалы, сабақ өзі мысалы мектепте 40 минут, колледжде 90 минут, мысалы университетте. Сол 90 минуттың, мысалы мен колледжде сабақ бергендіктен 90 минуттың 40 минуттайын жаңа тақырып түсіндіруге кетіп қалады. Және баламен жұмыс жасауға уақыт азайып кетеді.
Жұмыс жасағанда қалай? Өткен тақырыппен жұмыс жасау ма? Әлде пысықтау. Өткен тақырыпты да қайталауға, пысықтауға уақыт кетеді, және сол жаңа тақырыпты пысықтауға көп уақыт уақыт қалмай қалады. Жаңа тақырыпты түсіндіріп, мұғалім көп уақытын жоғалтып алады. Сол кезде мен осы бейне сабақтармен шыққан болатынмын. Яғни Flipped Classroom технологиясы бойынша біз алдын ала өтетін тақырыбымызды балаларға бір күн бұрын жіберіп қоямыз. Платформаға салып қоямыз. Қазір кешіңіз, мен түсінбей жатырмын. Бұл 2018 жылы болған жай. Сол кезде жаңашылдық болды бұл. Ал 2020 жылы сіз бұл жаңағы бейне сабақтарды, демек, тәжірибеңіз бола тұра ұсынып отырсыз. Бола тұрғанда енді мен ол кезде өзім түсіре алған жоқпын. Бейне сабақтарды мен мамандарға жүгініп түсіретінмін. Бірақ бұл жаңашыл болды сол кезде. Сол кезде жаңашыл болды. Яғни мұғалім сабаққа келіп жаңа тақырыпты түсіндіруге көп уақытын жұмсамайды. Бірден жаңағы бейне сабақтарды балалар үйден көріп, сол тақырып бойынша дайындалып келеді. Соны бекітуге, соны ары қарай есептер шығару, жаңағы талдау, түрлі топтарға бөліп, топпен жұмыс, жұппен жұмыс деген сияқты. Яғни бала ойынмен өткізеді сабақты. Ол біріншіден қызық, ол жерде тартыс болады, өзара конкуренция болады балалардың арасында. Сол кезде балада қызығушылық пайда болады. Сабақ жақсы, қызықты өтеді, атмосфера қолайлы болады. Ал енді сабақ түсіндіруге көбі қалай айтсам болады, қызығушылық жоғалтып ала ма деп ойлаймын да. Мұғалім бір сарынды сабақ жарты сағат тақтада түсіндіріп тұрып алса, мен өзім бала кезімде сондай болғам. Мұғалім түсіндірген, мен одан да кітаптан тез-тез өзім оқып, тез-тез өзім білімді жетілдіріп алуға тырысатынмын да. Мұғалімнің көп тақтада сөйлеген қаламайтын. Сондықтан да болар, мен өзім сондай бір жаңашыл. Ол мен ашқан жоқпын бұл технологияны, бұл шетелдің технологиясы. Соны мен қолданып, тиімді қолданып, сонымен көзге түсіп, осы конкурста сол Flipped Classroom технологиясы бойынша сабағымды өте жақсы бағалады әділ қазылар. Сөйтіп, бас жүлдені иелендіңіз. Бас жүлдені иелендіңіз. Ары қарай не болды? Өміріңізге қандай өзгеріс алып келді? Енді біріншіден қаржылай көмек болды. Бәрекелді. Осы жерді нақтылап айтсаңыз. Енді 2,5 миллион бұл шотымызға түсті. Бұл үлкен менің өмірімдегі ең бірінші үлкен резонанс болды. Мысалы, мен ұстаздық жолды таңдағанда біз 1 айлық жалақыға жұмыс істеп үйреніп қалдық. Енді осындай бірден 2,5 миллион сыйақы алу менің өмірімде енді үлкен өзгеріс тудырды. Мен бірден алғашқы көлігімді алдым, және отбасымның алдында біріншіден, енді барлығымыз әйел адам болғаннан кейін келінбіз, ата-енемнің алдында менің абыройым артты. Мен келінім деп, мені енем мақтан етіп, жаңағы әрбір отырған жерде осындай үздік педагог деп айтып жатқан өзі маған өте үлкен дәреже болды. Мен де өзім мақтанып отырмын, сізден сұхбат алып отқан. Мен үздік педагогтан сұхбат алып отырмын деген мақтаныш сезімі ұялап отыр менде. Кешіңіз, ары қарай. Сондай сөздерді, сондай ризашылықтарды көрген кезде мен енді бұл мен тоқтап қалу енді ұят нәрсе болды. Өйткені мотивация алдыңыз ғой. Үздік ұстаз болып тұрып, енді мен келесі жолы сабағымды дұрыс бере алмай жатсам, мысалы, келесі жолы көзге көріне алмай жатсам, енді ұят нәрсе деп санадым. Сондықтан сол үздік педагог мәртебесін енді сақтап қалуға тырысып, соған еңбектеніп жатырмыз енді. Және қолдау, ең басты отбасылық қолдау, бұл өте маңызды, қай жұмыста болса да, мысалы, жан-жарыңыздың, балаларыңыздың мысалы қолдауы өте маңызды. Сіздің еңбегіңіздің қадірін түсіне бастаған, түсінбеді деп айтпаймын, бірақ одан бетер түсініп, одан бетер бір жаңағы сіздің жұмысыңыздың қыр-сырына түсінушілікпен қарап, сондай бір жайттар. Және төтенше жағдай кезінде қашықтықтан білім бердік қой. Сол кезде жұмыс орнымызға рұқсатсыз кірмейтін. Мысалы, менің балаларым көп мұғалімдер осы тұрғыда қиналды. Яғни, үйде шекара жоқ. Жұмыс істейтін жерің, шай ішетін, демалатын жерің барлығы ұстаздарда ондай болған жоқ. Яғни, сол ең бір үлкен қателік деп айтар едім. Жұмыс алаңы болу керек үйде де. Яғни, сол жерге рұқсатсыз адам кірмеу керек. Яғни, сізде сабақ жүріп жатады, онлайн түрде, мысалы, конференциялар жүріп жатады, балаларыңыз кедергі болып, үй іші кедергі болып жатса, бұл өте қолайсыз жағдай. Сол үшін ең бастысы дисциплинаға үйренді ғой. Осы
қашықтықтан білім берудің, жалпы менің жұмысыма деген көзқарастар өзгеріп, 2018 жылдан бері ақырындап үйрене бастады. Енді Әсем ханым, қараңызшы, сіз жаңа форматта бейне сабақ беру жүйесін енгіздіңіз деп айтайық. Бүкіл облыстан, бүкіл аумақтан сізге жаңаға ұсыныстар түсіп жатыр. Бізге үйретіңізші деген ұсыныстар келіп жатыр. Артыңыздан ерушілер көбейді. Ал сіздің әріптестеріңіз осы форматты қалай қабылдады? Басында қалай болды? Енді басында әр нәрсе қиын болады ғой. Басында қиыншылықпен қабылдады. Мысалы, мен әріптестерім дайын сабақты қолдана берейік деген сияқты ұсыныстар айтты, бірақ дегенмен көздері жетті, тиімді екеніне осы бейне сабақтарды қолдану. Қашықтықтан білім беруде бейне сабақ бұл ең тиімді форма. Алдын ала даярлап қойған бейне сабақтар өте тиімді болып табылды. Және қазір айтып отырмыз ғой, ұстаз тілегі сайтына сұхбат беріп отырғаннан кейін, осы ұстаз тілегі сайтында ұйымдастырып жатқан вебинар, жаңағы конкурстарға менің сол курсымнан өткен ұстаздар көп қатысты. Және бірнешеуі жүлделі орынға ие болды. Әр жіберген вебинарларына ұстаз тілегі сайты 5000 теңгеден төледі. Яғни бұл тек жібергеніне ғана. Сондай менің курсыма қатыса отырып, сол курстың құнын ақтап алып, ұстаздар осы сайтпен көп жұмыс жасады. Демек, бірінші қадамнан бастап олар пайдасын көре бастады. Иә, пайдасын көрді, және ұстаздарға ең маңыздысы бұл курстан өтті деген сертификат, конкурстың жеңімпазы деген сертификат. Міне осылар өте маңызды ғой, біздің білімімізді, біздің біліктілігімізді бағалайтын осы факторлар. Яғни аттестаттаудан өтеміз біз. Сол аттестаттауда портфолиоға жинақтайтын барлық құжаттарымызды біз қасықпен жинаймыз, былайша айтқанда. Сондай ұстаз тілегі ұсынып отырған конкурстар, вебинарлар көп мүмкіндік берді ұстаздарға. Сол вебинарларға менің курсымнан, менің марафонымнан өткен ұстаздар қатысып, алғыстарын айтып, маған хат жолдағанда, мен өте қуандым, және өзімнің бір елге көмегім тиіп жатқанын сол кезде сезіндім. Бәрекелді. Заманауи жаңашыл мұғалім қандай болу керек? 5 қасиетін атап өтіңізші. Қысқаша айтайын, 5 қасиет. Бірінші қасиет төзімділік. Кез келген жағдаятқа төзімді болу керек. Екінші жаңашылдық. Үшінші алған бетінен қайтпайтын қайсарлық. Төртінші өзіңнің айналадағы қоршаған адамдардың қолдауы, саған деген сенімі. Яғни сенім болмаса, сіз ондай деңгейге, жетістікке жете алмайсыз. Яғни сізге сеніп тұрса, бір адам сол адамның үмітін ақтағыңыз келеді. Сол төртінші қасиет, яғни жан-жағыңдағы адамдардың саған деген сенімі. Бесінші жетістікке жетудің қадамы ретінде мен уақытты айтар едім. Уақытты үнемді пайдалану. Және де соңғы сұрақтарымның бірі, Әсем ханым, енді 21-ші ғасыр техниканың дамыған кезі, енді жалпы мұғалімдерге қазір көптеген мүмкіндік беріліп жатыр. Жаңағы жан-жақты дамуға, жан-жақты білімін жетілдіруге, біліктілігін арттыруға. Енді өзіңіз айтпақшы, сіз осы жақын арадан бастап жаңа бір табыс көзін таптыңыз, мысалға. Енді мұғалімдер осы заманауи тұрғыда жан-жақты берілген құралдарды пайдаланып, жаңа табыс көзін таба ала ма? Сол дұрыс па? Таба алады. Біріншіден қазір бізде репетиторство дейміз ғой, енді қазақша баламасын таба алмай отырмын. Қосымша сабақ беру. Қосымша сабақ беру. Бізде қазір ата-аналарда тенденцияға айналды, жаңағы баланы қосымшаға беру. Яғни, білмеймін, енді мектептегі немесе колледждағы ұстаздарға сенбеу ма, әлде ары қарай балалар дамытқысы келе ма, сол жағын білмедім, бірақ ата-аналардың көбі осыған жүгінеді, қосымша білім беруге. Сондықтан ұстаз, егер де ол ұстаздық қызметін енді атқарып жүрген адам болса, оған неге қосымша білім бермеске? Қазір қашықтықтан білім беру барысында осыған үлкен мүмкіндік ашылды. Яғни ұстаздар бізде көп байқаймын, инста парақшаларын жүргізе бастады,
яғни осыған дейін ұстаздарда оған уақыт болмаған. Қазір аватарды әрлеу, астындағы жазбасын әрлеу, стилистика барлығын үйреніп, сондай марафондар пайда болды. Қазір ұстаздарға арналған түрлі марафон бар. Соның барлығынан өтуге тырысып жатыр, және осыны бір табыс көзі ретінде қолдануға тырысып жатыр. Яғни кейбіреуі, мысалы, қазақ тілі маманы болса, Инстаграмда копирайтер болуға болады. Яғни қазір бізде білеміз, көптеген жұмыс орындары қазақша жүргізе алмайды парақшаларын. Яғни немесе SMM маманы. Сондай мамандар мен ұстаздар арасынан қазақ тілі, әдебиет, орыс тілі пән мұғалімдер текст жазу бойынша маман болып кеткенін байқап жүрмін. Яғни түрлі тапсырыстар алып жатыр, және одан қосымша табыс көзін алып отыр. Яғни ол өзінің жұмысына ешқандай кедергі жоқ, кедергі болмайды. Демек сіз қолдайсыз? Қолдаймын, әрине. Бәрекелді. Керемет. Әсем ханым, енді осы біздің өкінішке орай берілген уақытымыз өз мәресіне жетіп қалды. Енді қалған уақытты тиімді пайдаланып, біздің көрермендерге өзіңіздің ыстық лебізіңізді білдірсеңіз болады. Рахмет, Бауыржан мырза. Енді барша қазақстандық ұстаздарды, барша білім саласында жүрген жандарды мен бүгін бір жігерлендіргім келді. Осындай өзімнің сұхбатыммен, өзімнің ойыммен бөлісіп, жаңа белестерге шығуға болатынын айтқым келді. Және бұл сізбен біздің арамыздағы сұхбат барысында болды деп ойлаймын. Сізбен біздің арамызда қалсын десеңізші. Осындай сұхбаттар бұл бірінші рет деп санаймын. Сіз үлкен деңгейде осындай жұлдыздарға сұхбат беру ұстаздар арасында енді үлкен мәртебе. Сондықтан барлық ұстаздарға тек денсаулық тілеймін, төзімділік тілеймін. Осындай білім саласында қазір педагог мәртебесі деген заңнама шығып жатыр ғой. Біздің министріміз Аймағамбетов Асхат мырза өте үлкен жақсы бастаулар бастап жатыр. Солардың барлығы ұстаз мәртебесін арттыруға арналып жатыр. Сондықтан бұрынғыдай ұстаздар басқа жұмыстармен айналысуға келіспейді де қазір. Сондықтан ұстаздарымыздың көптеген мүмкіндіктері ашылды. Осы мүмкіндіктерді жіберіп алмай, тек өздеріңіздің дәрежелеріңізді көтеріп, білімдеріңізді көтеріп, білім берушілердің алдында өзіңіздің мықты тұлға екеніңізді дәлелдей білсеңіз, сіздің артыңыздағы шәкірттеріңіз сізден мотивация алып, сіздің артыңыздан ереді. Яғни, сіздің беріп жатқан біліміңізді бойына сіңіреді. Сондықтан барша ұстаздарға тек қана өмірлік жақсылық, денсаулық, отбасыларына бақыт тілеймін. Бәрекелді. Құрметті көрермен, мінекей осымен мұғалімдер бөлмесінің кезекті саны өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі көріскенше дейміз. Егер де айтар тілектеріңіз, қояр сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде астындағы комментарий бөліміне тілектеріңізді, сұрақтарыңызды қалдырсаңыз болады. Бүгін бізде болған мықтылардың мықтысы Дүйсенбаева Әсем ханым. Келесі жолыққанша сау саламатты болыңыздар. Көріскенше.